Үйітілген құйқадай мына тақыр жерлердің астында теңіздей телегей мұнай бар дегенге Мәскеудегі қасқабас профессорлар мен мүйізі қарағайдай оқымыстар сенбейді. Қайдан білсін олар? 4,5-5 мың метр соншама тереңдікте сұйық мұнай болу мүмкін емес дейді. Қатты қысымды газ конденсаты болмаса да бой бермейді. Иә, олардың ойынша бұл пісіліп жетілмеген гипотеза. Бірақ бұл жерде мұнайдың қоры жатыр. Оның көзін ашуымыз керек. Қалайда мәскеулік оқымыстарды бұған сендіремін, дәлелдеймін. Дала, керілген кең дала, сағым ескен қуаң даланы көріп біреулер жетімнің күйін кешкен болар. Құрышып шықпаған қу жерге әлдекімдер наласын төккен болар, бірақ ол емес. Бағзы бақидан ақ бұл өлкені майлы қиян деп жырлаған ақындардың, Каспий жерінің от шашқан тастарына қайран қалған жихан кездердің жазбаларына қаны көскен тек тұл топырақта түк жоқ екеніне сенбейді. Тақыр жерде су болмаса да, мұнайдың бұрқылдайтын бастаулары бар екенін сезгендей. Қойнауы құт, болашақта игіліктің қайнар көзі болатын мұнайдың үстінде тұрған бала болмыс дана бірегейге айналды. Жолдасқали Досмұхамбетов. Атақты мұнайшы, мұнай өнеркәсібі саласының білгір де білікті ұйымдастырушысы, Лениндік және мемлекеттік сыйлықтардың Ленин Октябрь революциясы 2 мәрте еңбек қызыл ту, құрмет белгісі ордендерінің иегері, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мұнайшысы, КСР-ның құрметті мұнайшысы. Иә, тізбектеле беретін марапаттың мол үлесі қара майдың, қара тердің арқасында келді. Құс жолындай жосылған Жолдасқали ғұмырында жұлдыздар шоғыры жарқырай бастады. Ол мұнайлы мекендегі мұнайлы бұрқақтың нүктелерін ашты. 1957 жылғы осы Гурьевте, қазіргі Атырау, Ембанептің генеральный директоры болды. Сол болғанда өзі сондай мұнай кен орнын ашуға, оның барлау жұмыстарын жүргізуге үлкен көңілі болды. 1959 жылы ол осы Маңғыстау облысы емес, ол облыс емес, Гурьев облысына кіретін. Сол жерде мұнай кен орындарын іздеуге сол тресті құрып, ол тресті Форт Шевченко қаласында болды. Форт Шевченко қаласы Гурьевтен 1100 километр жерде болды. Ал өмірде ол қалаға баруға 1100 километр жерге тас жол жоқ, темір жол жоқ, әуе қатынасы жоқ. Кейін құлай айтқанда құлазыған дала. Ол кезде бір скважина қазу үшін Москваның саты керек. Москвадан қаражат бөлінеді. Соны Москваға алып барғанда Москваның көп мамандары, көбісі біраз қарсы шыққан. Соған қарамастан Жолдасқали Ахметұлы мен қазамын деп жауапкершілік өзіне алған. Бұндай жерде андай кісілердің алдында жауапкершілік алу үшін адамға жүрек керек, батылдық керек, тұлғалық бейім керек. Сол себептен Жоконды бір тұлға деп айтуға болады. Жолдасқали Ахметұлы өте білгір геолог болды. Соның арқасында көптеген кен орындар ашылды. Қаратон, Прорва, Тереңөзек, Тәжіғали, Комсомольск, Бекбеке, Қошқар, Сағыз, Жанаталап, Марташи, Кеңкияқ дегендер. Мынау 50 жылға дейін Маңғыстау өңіріне ешкім аяқ баспаған. Мұнайшылардан. Сол 1950 жылдардың орталарында сол кісі барлаушылар мен геофизик мамандардың бәрін алып барып, сол жерге Эмбадан алып, бірталай соны зерттеп, сосын сол жерде жұмысты бастады. 1956 жылы сол өзі басқарып жүрген мұнай бірлестігінің құрамына Маңғыстау барлау трестің құрылады. Оның орталығы Форт Шевченкоде болады.
Сөйтіп 1958 жылдан бастап Маңғыстауға алғашқы терең ұңғыны қазатындай қондырғылар да барады. Өткен ғасырдың орта жерінен бастап осы Қазақстан мұнайының үлкен басшыларының бірі болып қызмет істеп, Қазақстан нефт деген үлкен бірлестік болды. Одан кейін ол мына Эмба нефт деп аталды бірлестік. Сол мекемелерді басқарды. Артынан осы мекемелерде жаңағы бас геолог болып қызмет істеп, бүкіл осы сол мекемелердің геологиялық барлау жұмыстарын басқарып, қай жерде мұнайдың көзі бар, қай жерге бұрғы салу керек, сол бағытта кәдімгі шешуші рөл атқарды деп айтуға болады. Ғылыми дәрежесі жоқ болғанмен, ғылыми атағы жоқ болғанмен, анау геология саласындағы өзіміздің кандидаттардан, ортан қолдай докторлардан анағұрлым оның өресі биік тұрған. Оны замандастары төбе геолог деп атаған. Жолдасқали Досмұхамбетов мұнай кен орындарындағы шаруашылықты жүргізу, инновациялық технологияларды енгізу, істі жүйелі ұйымдастыру, талапшылдық, басқарушылық қасиеттермен танылды. Тұңғыш рет КСРОда Байшонас кенішінде мұнай қабаттарын ортақ өңдеу, сұйықты іріктеу сияқты әдістерді қолданды. Дастұр кенішінде жер қабаттарына көлдете су айдау арқылы мұнай алудың тамаша әдісі енгізіліп, ұңғымаларды бұрғылаудың турбиналық тәсілі игеріле бастады. Бұл жаңашылдық істі оңтайлы жүргізуге жол ашты. 1950 жылдардың соңы мен 60 жылдары барлау жұмыстары жоспарланбаған, зерттелмеген аймақтар ойлы басшының, көреген іскер азаматтың нысанына ілікті. Маңғаз Маңғыстаудың маң даласы игерілмей бос жатты. Инфрақұрылымы дамымаған, Каспий маңының сусыз шөлейт даласына тіршілік біте бастады. Алып, мұнай газ бассейнін ашу, Маңғыстау провинциясын жаңғырту Досмұхамбетовтың ұлы мақсаттарының біріне айналды. 35 жыл Жолдасқали Ахметұлы нәтижелі мұнай саласында еңбек етеді. Ол кісі жаңалыққа өте бейім болған, өндіріске көптеген жаңалық енгізді. 1941 жылы Байшонас кеніне жердің астындағы бірнеше қабат горизонттарды, мұнай горизонттарды ортақ өңдеу. Екіншісі 1943 жылы Дастұр кентінде жер астынан алған мұнайдың көлеміндей су айдап, сол екінші әдісті мұнай өндіру екінші әдісін енгізеді. Үшінші 1947 жылы мынау ұңғыны, скважинаны бұрғылау үшін турбиндік әдісті енгізеді. Маңғыстауда екі үлкен кен орны 1961 жылы ашылды. 1965 июльде Жетібай мұнай кен орнынан фонтан алынды, нөмір 60 скважин. 1961 жылы 15 тоқсан өзен кен орнынан мұнай бар екені дәлелденіп, 1200 метр глубинадан үлкен былай айтқанда фонтан алынды. Осы екі кен орнының біздің Қазақстан мұнайының өркендеуіне үлесі зор болды. Ол мысалы Форт Шевченкіден тағы да 300 километрге жол жоқ. Сол жаңағы бүткіл оборудование тасуға, кісілерді апаруға, материал апаруға қиыншылық болды. Ол қиындыққа қарамастан, сол мезгілде бұл кісінің Жүкен ағамыздың үлкен сол көрегенділігі, сол барған жерде екі мұнай кен орны ашылды. Соның ішінде өзен мұнай кен орны сол үлкен алып болып шықты. Оның қоры жаңағы Москвада қорғалғанда миллиард 200 миллион тонна болды. 1 миллиард 200 миллион тонна. Ал Жетібай мұнай кен орны 500 миллион тонна. Сонда екі мұнай кен орны ашылуы 1960 бұл үлкен бір Қазақстан үшін бір байлық болды. Ол кезде Совет үкіметінің құрамында бірінші мұнай өндіретін Россия, екінші Әзербайжан, содан кейін барып Қазақстан кетеді. Сол 60 жылдары мынау Жетібай менен өзенді ашқаннан кейін бір жылдың ішінде 16,5 миллион тоннаға жеткіздік мұнайдың өнімін. Сөйтіп Әзербайжанда оздық, Россиядан кейін екінші орын алдық. Ол бір. Екіншіден жылына 16,5 миллион өндірген ел. Біз запасы деген кетті.
Сол кезден бастап бүкіл дүние жүзінде Қазақстан мұнайлы ел екенін таныттық. Сол себептен Жөкеңнің алған бірінші Ленинский премиясы сол атақты премия. 66 жылы бір топ адамдар алды. Содан бастап Қазақстан мұнайлы держава, мұнайлы ел атағына кірдік. Маңғыстаудан объединение құрылды сондай. Сол бірлестік құрылғаннан кейін жаңағы біз бұрынғы ашқан объединение Ембанев ол өзінің статусын төмендеттірді жоғарыдан. Ол комбинат болып қалды. Бірақ бір жылдың ішінде Жөкең Жолдас Ақмешев өзінің жаңағы абыройлығы, білімділігі Москваға барып, сол объединение Ембаневтің қайтадан статусын алып берді. Үлкен кен орындары ашқан үшін 1966 жылы 10 біздің азаматымызға сол ашқан разведчиктегі Лениндіктің лауреаты болды. Лауреат Ленинский премия Совет Союз деген бұл тең-бетең еді Герой Советский Союзға байланысты. Соның ең 10 адам қойып артып бермейді. Сол 10 адамның ішінде бірінші болса Досмұхамбетов, Жолдасқали Ахмешев тұрды. 1960 жылдардың мысалы орта жер, аяқ жерлері кезінде Қазақстанда болғаны 1-2 миллион тонна мұнай жылына шығаратын еді. Ол мұнайдың бәрі де біздің Ембі деп аталамыз. Ембі бойындағы қазіргі Атырау облысының жеріндегі көп тайыз орналасқан кен орындарына шығатын мұнай болатын. Артынан мінекей жаңағы 1961 жылы ашылған Өзен мен Жетібай арқылы Қазақстан бірден үлкен кеңестер одағының ішінде үлкен мұнай шығаратын өлкеге айналды. Себебі жаңа айтып кеткен 2 миллион тоннаның орнына әуелі 15 миллион, артынан 20 миллионға дейін мұнай шығаратын мүмкіншілік келді. Оңтүстік Маңғыстаудағы ең байлықтың көзін ашып, Қайнарбұлақтың бастауын барлаған үшін Жолдасқали Ахметұлына Лениндік сыйлық берілді. Бұл кеңестік кезең дәуіріндегі қазақ баласы үшін дәлелденген шынайы марапат, мойындалған мәртебе еді. Жолдасқали Ахмедович Досмухаметов. Қазақта тұлға деген сөз бар. Бірегей тұлға деген сөз бар. Сол қазақтың ұлдарының ішіндегі ең тұлғалы, белгілі тұлғалардың бірі Жолдасқали Ахметұлы. Бұл кісі баяғыда Қазақстан нефт деген компания болды, үлкен. Сол кісінің басшылық етіп отырып, Сафи Өтебаев деген ағамыз болды. Негізінде осы екі адам Маңғыстауды игеруге, Жетібай мен мұнайының газын тезірек игеріп шығаруға көп еңбек жасаған адамдар. Жолдасқали Ахметұлы халықтың ортасында ол кісі теңіз ашқан дейді. Ол рас. Бірақ бұл кісінің бірінші алған лауреаттық, Лениндік сыйлықтың лауреаты болған 66 жылы Жетібай мен музейінде ашып, соны тезірек игеруге үлес қосқан адам. Өзен мұнайын керін ашқанда, Досмұхамбетов Жолдасқали Ахмешев өзен деп ат қойып кетті. Сол өзен кен орны бүгін сол атағын ақтады. Енді жердің астында ағылып отырған үлкен өзен сияқты болып тұр ғой. Миллиард 100 миллион тонна. Шылқыған мұнайдың үстінде отырсақ та, мұнайшылардың тұрмысы күйзеген. Жағдайлары мәз емес. Байлықты қанша игерсек те, өзіміздің жармай отырғанымыз қалай? Мұны шешу керек. Ең бірінші, әлеуметтік мәселелерді реттеп, тұрғын үй салу, жалақы көтеруді қолға алу керек. Қызметкерлердің ахуалын көтермей тұрып, менің сәл салтанатты өмір сүруім бекер. Қарауымдағы жұмысшылар жанба қалмаса, менің жаным жай таппайды. Үкіметтен берілген мадақ марапат, жан-жақтан ағылған қолдау шарапат, қарапайым мұнайшының шерін тарқата алмады. Халықтың тұрмысы, әлеуметтік жағдайы Жолдасқали Ахметұлын қатты алаңдатты. Қара алтын өндіруді өркендетумен қатар, әл-ауқатты түзеу керектігі күн тәртібіне қойылды. Қызметкерлердің еңбек ақысын көтеру, мұнайшы елді мекендерін құру, инфрақұрылымды дамыту,
азық-түлікпен қамтамасыз ету, жалпы қара жұмысшының күйбең түрлігін жақсарту мәселесін шешудің тетіктері қарастырылды. Досмұхамбетов қоғамдық қызметте етене араласып, облыстың түрлі партия шаруашылық активтерінің жиындарына қатысты. Тұрғындармен кездесіп, өткір тұрған әлеуметтік сауалдар сол арада шешілді. Мынау барлау жұмыстары, игеру жұмыстары, іске қосу жұмыстары геология саласында. Сосын мұнай өндірісі бар ғой енді. Аласың, барлайсың, игересің, сосын өндіріске қосасың ғой. Осылардың бәрін ол мынау халықтың әлеуметтік жағынан бөліп қарамаған. Мұнайдың өнімі, мұнайды алуымызды ол әрқашанда өзіне алдына үлкен қағида қылып ұстаған. Тиімділігі мұнай өндірудің, барлаудың тиімділігі, мынау ұңғымаларды ашудың тиімділігі сол халыққа тиетін пайдасымен есептелу керек. Егер пайдасы болмайтын болса, біздің жұмысымыздың кімге керек бұл деп сондай әңгімелер айтып отырған. Үлкен мәжілісте ағамыз әрбір директорға бәрін жинап алып айтқан. 5-10 үйден үй салып бересіңдер. Үй салып бересіңдер. Содан 5-10 үйден үй салып, мынау провод жағадан Сарғамыс дейді ғой, сол жерлерден. Содан манағы іргетасы қаланған, Сарғамыс поселкесі іргетасы қаланған. Дей тұрғанмен ол онымен қоймаған. Сол кезде облыс басшысы Нұртас Оңдасыновтың кезінде ол манағы соның алдына мәселе қойған. Ол 5-10 үйден не ол? Анау үлкен 18 шақырым, 20 шақырым Сарғам проводдан жақын жерде сондай көкалай шалғын оазис, кәдімгі ауасы керемет жақсы жер. Соны бізге алып беріңіз, манағы жер телімі алып беріңіз. Соны ақыр қоймай жүріп, Нұртас Оңдасыновтың көмегімен ол манағы сол жерді алып, сол жерге бүгінгі Сарғамыс поселкесі орналасқан болды. Жылдар жылжи берді. Өндіріс тоқтамады. Мұнай бұрғылау ұңғымалары дамыл таппады. Бірінен кейін бірі жаңа кен орындары ашылып, мұнай газ қорын молайту мақсаттары орындала бастады. Енді тағы жаңа меже, жаңа белес күтіп тұрды. Жолдасқали Досмұхамбетов кемел келешекке кепіл болатын жаңа жобаның жарқырайтын дәуренін болжады. Өзі көрмесе де, дербес елінің жарқын күндермен жолығудың келісім шартына қол қоятынына сенімді болды. Жолдас Ахметович, мынау бірінші скважина теңіздей мұнай берсін. Теңіздей көп қой теңіздің су. Сол сияқты көп мұнай берсін. Атын бұның теңіз қойыңдар деді. Теңізді Саратов нефтегеофизика деген кісілер зерттеді. Сейсмикалық жұмыс жүргізді. Сол сейсмикалық жұмыстың ішінде карта сызады. Сол картада бірақ изогибс пенен жаңағы теңіздің бар екенін сызып берген. Ол кезде мына орысшалап айтқанда в пределах точность построения. Мен сол картаны сызған Акимова деген кісімен кездестім. Саратовқа барып. Ол кісі айтады, бүгін соның алдына барғанда дірілдеп бардық дейді. Өйткені өзімізге сенбедік дейді. Бар ма жоқ па? Бірақ жоканы алып, картаны арғы қарап отырып, міне жерде қазамын деп точканы өзі көрсетті. Теңіздей шалқыған шалқар, теңіздей толқып тасыған. Осындай әдемі сурет Жолдасқали Ахметұлының көз алдына жиі келеді. Сол ғажап бейне мұнаймен астасатын кейбір білгірлер дүдәмәл, жорамал деп сенбеді. Кеніштің теңіз аталып, аты жалпақ жұртқа жария болатын ешкім білмеді. Атшулы мұнай кен орны ғасырлық келісімшарт жасап, Қазақстанға тұңғыш инвесторлардың тартылуына жол ашты. 79 жыл декабрьдің 18-інде мекен алғашқы фонтан алдық. Алғашқы фонтан номер 1-ші скважинадан фонтан берді. Бұрын соңды скважиналардан газ шыққанда әне бір көп нетпейтін едік. Мұнаның газы сероводородный дейді, күкіртті газ екен. Сондай улы кішкене демалсаң бітті қызметің. Соны байқамай, жел жағында жүріп, не болғаныңызда сол зерттедік. Жердің қабаты, сол прикаспийское падение дейді ғой, сонда 3 қабаттан тұрады. Тұз қабаты, тұздың үстіңгі қабат,
ол сол мың жарым метр тұздың қабаты, тұздың астыңғы қабаты. Біз жаңағы 4800 деп отырмыз, 5000 тұздың астыңғы қабатынан маялып тұрмыз ғой. Теңіз кен орны бүгін Қазақстанның мұнай өндірісінің лидері болып шықты қазір. Ең үлкен мұнайды қазір өндіріп отырған сол кен орны. Теңіздің өзіне тұрбаларды, қондырғыларды, материалдарды шетелден сатып алатынбыз. Себебі СССР-да олар шыққан жоқ. Сол себептен үкімет кезінде елбасы өзі басқарып, сол теңіз кен орнын игеру үшін шетелдік компаниялармен келіссөздер жағдай өзі өткізіп, біздің Қазақстан егемендік алуға жақындап келе кезде әлі егемендік алмай тұрып, елбасы өзі Москваға барып, сол жерден жағы жүріп отырған переговорларға қатынасып, сосын переговордың бәрін, келіссөздердің ұйымдастырудың бәрін Қазақстанға аударып алды. Осы жерде отырып, жаңағыдай контрактілерді әзірлеп, шетелдік компания Шеврон ынтасы өте жоғары болды осы кен орнында жұмыс жасауға. Соны сол контрактілердің өзінің ішіндегі жағы талаптардың бәрін Қазақстанның мүддесіне орынды қылып бұрып, соған енді кейін қол қойылды. Ол кезде ондай өте терең бұрғыланбайтын еді. Себебі ондай біздің техникамызда, оған іс тәжірибемізде жетіңкіремейтін болды. Себебі жаңа айтып кеткен МБ-дағы мұнай көздерінің бәрі 1000 метрден, шауып кеткенде 2000 метрден, 2500 метрден шығатын болса, теңіз кен орны бұл бірінші 4500-5000 метрге қазылатын бұрғы салыну керек болатын. Сондықтан ондай техника, ондай технология, ондай мамандар жаңағы елімізде өте аз болды. Бірақ соған қарамастан осы Жолдасқали ағамыз Мәскеуге барып, анау Мәскеудің ең министрдің алдына барып, осы жерге бұрғы салыну керек, осы жерге бұрғы салынатын болса, бұл жерден бұрын ашылмаған, бұрын болмаған үлкен кен орны ашылатыны анық деп, осы кен орнына ол кезде былай қара жер ғой енді, теңіз деген атты сол кісі қойған болатын. Бұл жерде теңіз деген теңіздей кен орны ашылады, теңіздей үлкен, мол кен орны ашылады, осының атын теңіз қылып қояйық деген, қазіргі біздің осы мына теңіз кен орны деп жүрген кен орнымызды осы Жолдасқали ағамыз атын қойған, бірінші бұрғы салған, ол бұрғыны үлкен айқайменен, үлкен тартыспенен көп кісілер қарсы болды. Ондай жерге бұрғы салу оңай емес, ол жерде ешқандай инфраструктура жоқ, қалай барып жұмыс істейміз, басқа жерге салайық дегенде бұл кісі айтыпты, басқа жерге жұмыс тоқтатсақ та, мына жерге, осы жерге бұрғы салуымыз керек деп, мінекей өзінің кәдімгі қатты түйін сөзін айтқан болатын. Теңіз ғасыр жобасы. Оны ел игілігіне жаратудан нық, батыл қадамдарды талап етті. Тәуелсіздік алған тұста бұл маңызды шешім елбасының көреген саясатымен жүзеге асты. Нарық қатынастарына сай мұнайды өндіру мен қатар өңдеу, өткізуді халықаралық талапқа сай жүргізу. Жоспарлы экономиканың негізінде реформа жасау жаңа тарихи кезеңге аяқ басқан дербес ел үшін оңай болған жоқ. Әйтсе де әлемге әйгілі Шеврон компаниясымен теңіз мұнайын игеруге келіссөз жасалып, Теңізшевройл атты қазақ-американ бірлескен кәсіпорны құрылды. Теңіз мұнайын игерудің жаңа мемлекеттегі жаңа кезеңі басталды. Былтыр Қазақстан бойынша 85 миллион тонна мұнай өндірілді. 90 жылда егемендік алғанда бізде 20 миллион тонна, енді қазір 30 жылдың ішінде ол 85 миллионден көтерілді. Енді одан кейін де жақсы көптеген ірі кен орны ашылды. Олар жаңа мысалы қазіргі мысалы 85 миллион тонның қазір Теңіз мұнай кен орны 27 миллион жылына продукт жіберіп отыр.
Қарашығанақ анағы 12 миллион, жаңадан ашылған Қашаған үлкен алып 15 миллион, өзен мұнай 6 миллион, соның бәрін былай есептегенде, сол жаңағы 70% пайызы осы 4-5 мұнай кен орындарына тиесілі. Дүниежүзілік ғасыр келісім шарты саналған тарихи шешімді Жолдасқали Досмұхамбетов көре алмады. Алайда бұл күннің ұрпағына бұйыратынын анық сезді. Бұл батыс өлкесі, Қаныш Имантайұлы. Бұл жер талай сырды бүгіп, талай байлықты иемденіп жатыр. Тек жер анамызға айналайын деп, қойнауындағы байлықты аймалап игерсек болғаны. Дұрыс айтасыз. Жұп-жұмыр жерде қаншама көмбе, қаншама қазына жатыр. Біреу білсе, біреу сезет. Енді бірі қара топырақ деп ойлайды. Туған жердің әр бедері маған таныс. Сондықтан сіздің айтуыңыз орында. Әр таста терең тарих бар. Әр топырақ тұнған құпия. Осыны айтумен әлекпін ғой, Қаныш Имантайұлы. Мынау батыс өлкесінде, соның ішінде Гурьев қаласында әлі де ашылмаған, әлі де табылмаған кен орындар бар. Одақтың оқымыстары, тіпті басшылары, мұнайдың бәрі Татарстанда деп, азын шоғын мұнайларға бұлданбаңдар деп өзеурейдей. Мен де қоймайым. Лениннің ендігі үміті ембіде деген сөзді айта берем. Каспий ойпатының терең қабаттары көл көсір. Соның бәрін зерттеп, көзін ашсақ, міне, бұлданбаудың көкесі деп ойлаймын. Константин Иванович, ыңғайсызданбаңыз. Ғалымдар болжайды, зерттейді, сосын дәлелдейді. Ғалымда субординация деген болмайды. Қазір көзім жетіп отырғаны, Жолдасқали Ахметұлы ғылым академиясында қызмет істейтін адам. Қаныш Имантайұлы, сеніміңізге бек рахмет. Бірақ менің орным сағымы бар Сардала. Өндірістің қасында жүріп, халқыма пайдамды тигізсем деген ниетім бар. Ғылыммен де айналысу керек. Осы аймақтың тау жыныстарының мұнай-газ болашағын зерттеу, оны ғылыми тұрғыдан барлау, бұл сіздің мойныңызда. Құп болады. Ол енді келешектің еншісінде. Өндіріс тоқтамайды, бұрғылау станоктары да тоқтамайды. Тек осының бәрін игеруіміз керек. Ну, черт побери. Мына ауылдан шыққан академик дес берер емес. Міне, біздің Досмұхамбетов қандай? Оказывается, он далекий человек. Иә, оның алысты болжайтын көрегендігі көптің таңданысын туғызатын. Мұнай-газ секторындағы кәсіби мамандарды даярлау, ұлттың мүддесін, халықтың қамын күйттейтін кадрларды дайындауды Жолдасқали Ахметұлы әсте ұмытпады. 1965 жылы мен Губкин институтына түсеміз деп, абитуриент болып, бір 10 шақты қазақ балдар жиналып қалдық сол жерде. Сол кезде ол кісі бір командировка барған екен Москваға.
сол жерге келіп, ол да осы августтың кезі әртүрлі экзамендерді бастап тапсырып жатырмыз. 5 экзамен тапсырамыз ол кезде. Біздерді жинап сол жерде, біздерден жағдайымызды біліп, ректорға барып, осы Қазақстанға қазір кадрларға және жаңағыдай Москвадан оқып, үлкен жоғары білім алған кадрларға мұқтаж екендігін айтқан болар деп ойлаймын. Ол кісінің де ықпалы тиген болар деймін біздерге. Біз енді экзамендерімізді бөлек-бөлек әр жерде тапсырып, конкурстан өтіп, оқуға түсіп кеткенбіз. Сонда кейін ойлаймын, осындай үлкен объединениенің бастығы болып жүріп, абитуриенттерді барып іздеп тауып алып, солардың басын құрап, біздерді жігерлендіріп, біздерге жаңа ақылын айтып, өзінің сөйтіп жүргеніне қарағанда, ол тек қана өндірістің ғана адам болған жоқ, жан-жақты жаңағы саланы ойлайтын адам деп, сонда таныдық ол кісіні солай. Мұнайдың бұрқап шығып жатқан кезінде тәуелсіздік, басқа елден тәуелсіздік болмас үшін кадр дайындау керек болды. Сол кезде Шахмардан Есенов, Совет министрлігінің орынбасары, председателінің, сол кісінің инициативасы. Қолдаған Сатпаев, Қаныш Монтаевич ағаларың. Оның ішінде қолдаған Жокең. Политехтің 3-ші курсынан бастап мұнайшылар дайындады. Сол бірінші студент болып, сол списке мен іліндім. Политехниканың мұнай саласындағы бірінші дипломды мен алдым. Ол кісілердің даналығы, кадр керек деп. Содан бері қаратай, ең кемінде 80-90% қазір мұнай саласында жұмыс істеп жүрген политехник институттың түлектері. Қазақстан мұнай бірлестігінің бірінші басшысы болды. Соған біздің заводқа танысуға келген механикалық цехтағы адамдарды, жұмысшыларды жинап, бірталай сөйлесіп, олардың сұрақтарына көптеген жауап беріп, жаңа өзі шешілмей жатқан мәселені өзі тәптешіп сұрап алып, соны міндетті түрде айтқан кезінде жасатты. Ол енді 41 жаста өте көрікті, интеллигентный, сондай сөйлеген сөздері сабырлы, жаңа нақтылы, қысқаша сөйлейді, бірақ жауабы күшті болып сөйлейді. Өте жақсы әсер қалдырды. Мен жас кезімде институт бітіріп барғанда 1-2 жыл жұмыстас болдым. Өкінішке орай ол кісі ерте кетті өмірден, бірақ көрдік қалай жұмыстың ұйымдастыратын, қалай кісілермен қарым-қатынасын. Біріншіден өте қуаныштымын, бақытты деп есептеймін. Сондай азаматпен жұмыстас қол астында жұмыс істегенім. Ол үлкен мектеп болды мен үшін өз басыма. Асықпай, жан-жақты бәрін қарап, ешқандай мен бастықпын деп сөзі қарапайым кісі, сондай өте білімді ағамыз еді. Мұнай-газ өндіріс саласының бүгінгі болашағы өткенге көз тігіп тұр. Мұнайшылар династиясы салған сары жолдың сүрлеуімен қазір жастар алшаң басып барады. Ұңғыманы тереңге салып, барлаудың тың ізденістерін жүргізетін мына жастар секілді кезінде Досмұхамбетов те алдындағы аға буынға осылай қарайлаған. Жолдасқали Ахметұлының азаматтық болмысы мен еңбекке деген ынтызарлығын оятқан құпия ғылым және бәсекелес орта болған білім ордасы. Иван Михайлович Губкин атындағы Ресей мемлекеттік мұнай және газ университеті Ресейдің ең басты жоғары оқу орны. Мамандар ұстаханасы саналатын үздік білім ордасында үлкен залдың кіреберісінде университеттің 100 жылдық тарихында есте қалған үздік студенттердің есімдері орналасқан тақта ілінген. Өз заманының атақты ғалымдары, мұнай-газ дамуының тарихына өлшеусіз үлес қосқан мемлекет қайраткерлерінің портреттері орналасқан. Есімі елге белгілі тұлғалар кезінде бүкіл одақтың қазіргі тәуелсіз мемлекеттердің тарихының жазылуына өлшеусіз үлес қосты. Губкин атындағы университет атақты зиялы қауым үшін, тіпті олардың балалары мен арғы ұрпақтар үшін де альма-матер болып қала берді. В этой галерее можно увидеть портреты представителей независимого Туркменистана и Узбекистана.
и других, но очень важное место занимают нефтяники, составившие славу Республики Казахстан, и в особенности Жолдасгали Ахмедович Досмухамбетов, возле портрета которого я сейчас нахожусь. После окончания в 1940 году, тогда Московского нефтяного института имени Губкина, он как настоящий профессионал, геолог, быстро продвигался по карьерной лестнице, до управляющего разведочным трестом «Казахнефтеразведка», а впоследствии главного геолога объединения «Казахстан-нефть». Именно в это время, в 1961 году, под его руководством было открыто гигантское месторождение Узень, за участие в открытии и разведке которого, а также открытого в том же году месторождения Житыбай, он стал в 1966 году лауреатом Ленинской премии Советского Союза. Он же внес огромный вклад в открытие уникального нефтяного месторождения Тенгиз в Западном Казахстане, которое формально состоялось уже после его ухода из жизни. Тем не менее, именно он возглавляет список первооткрывателей, когда в 1994 уже году в независимом Казахстане решили отметить участников открытия Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники и образования. Именно он возглавил список его лауреатов. Его имя появилось на геологической карте, названо нефтяное месторождение в районе Южной Эмбы. Его именем также назван Атыраускский областной лицей в Казахстане. И это не случайно. Он всегда уделял большое внимание воспитанию будущих нефтяников, в том числе собственных детей. С 1971 по 1983 год 5 его детей закончили наш университет, причем 4 по специальностям, связанным с поисками и разведкой нефти и газа. Все они стали прекрасными специалистами, а Махамбет Джолдасгалиевич, тоже наш выпускник, не только опытный геолог, но и государственный деятель Республики Казахстан. Он занимал различные должности, в том числе первого вице-министра энергетики, а сейчас возглавляет главный нефтяной регион республики – Атыраускую область. Вот такую замечательную династию создал Жолдасгали Ахметович. И я очень горд, что наш университет в этом сыграл не последнюю роль. Досмухамбетовтер династиясы. Қазақстанның мұнай газ өндірісін жандандырған мұнайшылар легі толастамады. Жолдасқали ұрпақтары әке ата жасақтаған геологиялық карталарға өз қолтаңбаларын қалдыруда еңбек етуде. Мұнай кен барлау жорықтарында жүрген Досмухамбетовтің ізбасарлары әке аманатына адал. Отец был очень неординарный, талантливый человек. Он, по натуре он вообще был жизнерадостный. Это вот его строгость, скромность. А на самом деле он очень прекрасно танцевал. Будучи студентом, он участвовал даже на конкурсах, вспоминают очевидцы. Вот пришли к нему как-то земляки, а он в большом зале вальсировал, танцевал. Он прекрасно танцевал танго, фокстрот, вальс. Вот. В студенческие годы у нас даже дома была фотография, студенты занимались стрельбой. Они сидели с ружьями, вот целая команда ребят, сокурсников. Вот я это вспоминаю, что дома в 50-е годы у нас кожаная кобура от пистолета была, но он же был на первой руководящей должности, им, видно, было положено во время войны. Дома он был очень редко. Вот, потом всегда он тоже о чем-то думал, сидел на телефоне, был занят. Особенно не вникал в наши проблемы, дела. Он просто знал общее, что мы хорошо учимся. Все это было на плечах мамы. Ведение домашнего хозяйства, учеба детей, наше образование, кружки, музыкальная школа. За все это отвечала мама. Вот. Баловать он нас никогда не баловал. За учебой он очень строго спрашивал, он знал положение вещей. Мы всегда очень хорошо занимались, очень учились, потому что боялись, что отец будет недоволен. Вот. Но мы были способные ребята, у нас всегда было с математикой все окей, мы все очень хорошо учились. 5 человек из нас мы закончили Московский нефтяной институт. Мама у нас была такой очень домашний человек. Но она всегда шла возле него по жизни, всегда его сопровождала, все понимала, никогда ни во что не вмешивалась. Вот это у нас было дома очень четко и ясно поставлено. Ну а отец весь был в работе. Всегда. Сколько я помню, это всегда. Чтобы его народ был сыт, обут, одет, чтобы дети этих людей учились в самых престижных вузах страны, это было его целью. К сожалению, я не застал в живых своего отца. Он рано ушел из жизни в 61 год. Завершив свой последний рабочий день,
Он пришел домой, лег отдыхать и не проснулся. Он ушел из жизни, так и не став пенсионером. Но несмотря на это, его личность и авторитет остаются фундаментом для нашей семьи. Я был Аджикиным внуком, и она очень много про него рассказывала. Я вырос на историях и воспоминаниях о нем, и это помогло лучше понять его, проникнуться масштабом и целостностью его личности. Сегодня это мотивация и ориентир для принятия многих моих решений. Әке көрген оқ жонар дегендей ақ, әке жолын жалғаған Досмұхамбетовтер өндірістің заманауи тәсілдерін меңгеріп, бұрғылаудың жаңа үлгісіне зерттеулер жүргізіп жүр. Мой ата всю жизнь посвятил одному предприятию. И оно в истории казахстанской нефти занимает самое почетное место. Эмбанефть – это Карашан-Арак. Пройдя весь путь от промыслового геолога до первого руководителя, он сделал величайшее открытие, за которое был удостоен самых высоких наград Советского Союза и независимого Казахстана. Им была воспитана целая плеяда казахстанских нефтяников. И сегодня Казахстан по праву занимает значимое место на нефтяной мировой арене. И в это существенный вклад внес мой ата. Узень-Мунайгаз, Мангистау-Мунайгаз, Эмба-Мунайгаз, Тенгиз-Шевройл сегодня дают практически половину казахстанской нефти. Я думаю, сложно переоценить его вклад в экономику страны. Вся наша семья гордится тем, что именем Жолдасқали Досмухамбетова названо месторождение, улица, школа, лицей в его родном городе. Это свидетельствует о том, что земляки, нефтяники помнят его заслуги, его вклад. Бұл өзінен тараған бүкіл осы ұлдары, қыздары бәрі де осы әкенің тігіп кеткен жаңағы жалауын әрғай жалғастырып, бәрі де мұнай саласында қызмет істейді. Бәрі де елдің осы елдің дамуына, мұнай саласының дамуына тікелей атсалысқан мамандар, елге белгілі мамандар. Сондықтан менің айтатыным бұл кісіні тек қана әлгі геолог, тек қана мұнай саласының маманы емес, бұл кісі үлкен династияның, так сказать, басшысы болды деп айтуға болады. Сол династияның негізін салды. Отец был человек дела, он был геолог-поисковик по натуре. Вот, добыча – это все сопровождение. Ну, его нельзя было оторвать от нефти, от своего народа, от своего региона. Он не видел себя ни в Москве, он не видел себя ни в Алмате. Его академический уровень этот совершенно не устраивал. Для него это было все тесно. Когда шли совещания, я поражалась тому, что он наизусть говорил о расстояниях между разведочными точками. То есть он вдоль и поперек изъездил и проехал всю свою родину нефтяную, и Прикаспие, и Мангышлак. Я удивлялась тому, что он помнит километраж, расстояние. Разведочные точки – это не месторождения, это точки, на которых просто ищут нефть. Будет нефть или не будет ее, это может быть и пустое место. Но он знал настолько свою территорию, настолько он… И Рын-Пески он прошел, и все. И я поражалась просто его эрудиции, его кругозору. Поражался к его подходу к делу. Он всегда походил… Это был ученый и практик в одном лице. И недаром говорят, что он академик наших степей. Ему не нужны были ни эти звания. Перед ним головы склоняли ученые, которые занимались Прикаспием всего Советского Союза. Елім дейтін ер болса, ерімде белі әрқашан егіліп тұрады емес пе? Азаматтың атқарған елеулі істері ескерілмей қалмады. Оған зор құрмет, мемлекет тарапынан ең жоғары мәртебелі сыйлық берілді. Бастысы, халық жадында Досмұхамбетовтың дара болмысымен дана істері жатталды. 95 жылы Теңізмұнайгазды ашқан, жұмыс жасаған адамдардың 8 адамға лауреаттық атағын берді. Сағынғали, Жолдасқали, мен тағы 8 адамға. Соны 95 жылы Алматыға шақырып, Алматыда Министерствода академия оқытты, бізге атақты берді. Жеңгеміз Исатай дейтін Махамбеттен үлкен баласы бар. Сол екеуі барып лауреаттықты алып келіп,
Атырауға келіп, Атырауда ол уақытта лицей, мектеп Жолдасқали атындағы бар еді. Соның директор шақырып бізді. Сол бардық, жаңағы жеңгеміз жаңағы алған сыйлығын жаңағы мектептің балдарына үлестіріп берді. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі 1 қыркүйек білім күні барлығымызға құтты жыл болсын. Жаңа оқу жылында жаңа табыстар, жаңа жетістіктерге толы жыл болсын. Бүгінгі біздің 1 қыркүйектегі білім күніндегі алғашқы сабағымыз ол тәуелсіздіктің 30 жылдығына және өзіміздің Жолдасқали Досмұхамбетов атамыздың 105 жылдық мерейтойына арналады. Және де биылғы жыл лицейіміздің құрылғанына 30 жыл толғалы тұр. Сондықтан биылғы жылды айтулы даталармен бастамақпыз. Атамыздың аты біздің лицейімізға берілуінің де себебі өте көп. Біздер, яғни сіздермен бірге осы лицейға келіп, білім ордасында білім алып, болашақта қандай жоспарларымыз бар, бұл атамыз туралы не білетінімізді сіздерден сұрап көрейік. Ал балалар, Жолдасқали Досмұхамбетұлы атамыз туралы қандай мәліметтер білеміз? Өмір жолы мен қызмет жолын кім жақсы біледі екен? Камила? Негізі Жолдасқали Досмұхамбетов Атырау облысынан шыққан КСРО-ның құрметті мұнайшысы болып келеді. Ол өзінің талпынысы арқылы беделін көтере алған еді. Мысалы, 1940 пен 42 жылдар аралығында Байшоңыз мұнай кәсіпшілігінде бас геолог болған. 1942 мен 43 жылдар аралығында Ембі мұнай комбинатының бас геологының орынбасары болды. 43 пен 47 жылдар аралығында Байшоңыз МКБ-ның директоры атанды. 47 мен 50 жылдар аралығында Қазақстан мұнай барлау тресінің бастығы болды. Содан кейін Мақат пен Құлсары мұнай кәсіпшілігінің бас геологы әрі директоры атанған еді. Осындай қоғамға сіңірген еңбегі үшін ол көптеген марапаттарға ие болған еді. Мысалы, Ленин орденімен және құрмет белгісінің ордендерімен және медальдарымен марапатталды. Менің білетінім, Жолдасқали Досмұхамбетов дүйім елді аузына қаратып, осы тіпті мәскеулік, ленинградтық, алматылық ғалымдар ағадай сыйлаған Абзал аға тау-кен инженерия әрі геолог мамандығын игерген болатын. Жолдасқали Досмұхамбетов Қазақстан нефт мұнай бірлестігінде бас геолог болып жұмыс істеп, кейін басқарушы болып жемісті еңбек етті. Одан ары қарай ол көптеген барлық күш-жігерін мұнай өндірісіне бағыттап, осы геолог мамандығына көптеген жаңартулар әкелген болатын. Ғұмырының соңғы күндеріне дейін қолынан қалам түспей мұнай саласын зерттеген Жолдасқали Досмұхамбетов осы біздің батыс өңіріміздегі мұнай кен орындарының тез ашылуына үлкен ықпал етті. Және де Жолдасқали Ахметұлының осы еңбегі біздің еліміздің тарихында алтын әріппен мәңгі қалмақ. Рахмет балалар, өте жақсы мағлұматтар бердіңіздер. Енді арамызда осы кісінің жолын қуамын, болашақта геолог боламын, мұнай саласымен айналысамыз деген оқушыларымыз бар екен. Соларға сөз берейік, е? Болашақта мұнай және газ факультетін оқып, сол бағытта жұмыс атқарғым келеді. Жолдасқали Досмұхамбетов атамыздың жолын қуып, мұнай және газ кен орындары қорларының дамуына үлес қосамын деген ойдамын. Себебі қазірде мұнай негізгі стратегиялық шикізат көзі болып есептелінеді. Мұнайдың дамуы ол біздің еліміздің экономикасының дамуы болып есептелінеді. Өзімнен кейінгі жасөспірімдерге үлгі болатындай халқыма адал қызмет атқарамын деген ойдамын. Бала кезден армандаған мамандығымыздың бірінші қадамы осы лицейден басталған болатын, Жолдасқали Досмұхамбетов атындағы. Өйткені Жолдасқали атамыз біздің мұнайдың Қазақстан Республикасында негізін қалаған кісі. Жалпы айтқанда Қазақстанды әлемге шығарған кісі. Мұнай кен орындарын ашқан, мұнай кен орындарында жұмыс істеген, қызмет атқарған. Мен де дәл сондай атамыз секілді бірыңғай мұнайшы емес, әлемдік деңгейге жететіндей ғылыми жобаларды қолға алып, Қазақстанды жалпы топ 10 деңгейге десек жеткізуге ниет білдіргім келеді. Мұнайдың игеру техникаларын қарағым келеді, дамытқым келеді. Жолдасқали атамыз сол кездің техникаларын дамытса, мен қазіргі заманауи техниканы ашып көрсеткім келеді әлемге. Мен осы
Жолдасқали Досмұхамбетов атындағы лицейге келер алдында осы атамыздың өмір жолымен, еңбек жолымен таныса келе, және де өзіміздің туған жерімізде осы мұнай және газ өндіретінін біле тұра, осы мұнай саласын тағы да дамытып, әлемге танытып, қазақ елін осы мұнайды өзіміздің бір жеке бренд ретінде танытып, еліміздің атын шығарғым келеді. Лицейдің зияткер оқушылары болашақта бірегей тұлға Досмұхамбетов секілді жаңа мұнай нүктелерін тауып, Қазақстанның әлемдік нарықта жеке брендпен танылуына талпынады. Қазақстан сапасын танытатын ұлттық өнім, ұлттық кадр. Зияткер ұрпақты тәрбиелейтін аға ұрпақ ұлағаты қашанда өмірлік азық. Оның есімі Тұбағдар іспетті. Жолдасқали Досмұхамбетов есімімен аталатын көшеде зияткер білімді ұрпақты қанаттандыратын білім ұясы орналасқан. Бұл кездейсоқ емес. Досмұхамбетов рухы қашанда жарқын болашақтың тағдырына жол сілтегендей. Апай, саламатсыз ба? Сізді бола ма екен? Кешіріңіз. Мына көше кімнің атында білесіз ба? Жолдасқали Ахметұлы Досмұхамбетов атындағы көше. Бұрын Телман көшесі болып саналды, қазір енді ол кісінің құрметіне сол кісінің көшеге атағын берілді. Жалпы білесіз ба бұл адамды? Білем, бұл неге білмеймін. Бұл кісі дейтін үлкен мұнайшы 1916 жылы дүниеге келген Мақат ауданында. Екі дүркін жоғары кеңестің Қазақстанның депутаты болған, Ленин мемлекеттік сыйлықтың иегерлері өмірден 1977 жылы өмірден өткенше өзі адал еңбек атқарған үлкен азаматтарымыздың бірі. Жалпы Атырауда мұнайшылар көп қой шыққан. Мұнайшылар көп. Тасқынбаев, бүкіл үлкен ардагерлердің бәрі мұнайшылар болып есептеледі. Үлкен Атырау энциклопедиясына енген бұл кісілер. Әр заманнан, әр ұрпақтан бір тұлғалар шығады. Олар халқына еңбек етеді. Олар адал жасап, жақсы өздеріне пікір қалдырады. Соларды мадақтау үшін, оларды ұмытпау үшін жиі оқытын жастардың арасына түрлі конференциялар, болмаса кітап шығарып, газетке жазып, киноға түсіріп, және де кездесу. Осындай олардың замандастарымен, жалғастарымен соны кездесіп, оларға түсіндіріп айту керек. Одан басқа ол білмеген жастар қайдан біледі? Оны айту керек. Ол үшін оны егжей-тегжей білу керек. Сондықтан ол енді мына журналистердің, әдебиетшілердің бірден бір міндеті деп есептеймін. Және де соған атсалысу керек. Ахметұлының істеген еңбегі, із қалдырған ізі ешқашанда өшпейді. Біздің ұрпақтардың есінде, әсіресе мұнайшылардың есінде мәңгілік қалады деп есептеймін. Менің өзімнің ойым сондай дарын адамдарменен, Жолдас Ахметов, Бөлекбай Сағынғаш адамдарменен көп жылдар жұмыстас болып, өзімді мен бақытты деп есептеймін. Мен ойлаймын, үкімет бір үлкен қаланың, Атыраудың үлкен бір көшесіне бюсті сондай орнатса, артық болмас еді. Жаңағы Жолдас Ахметовке, Бөлекбай Сағынғалиевичке ол артық болмас еді. Менің тілегім сондай. Біздің ойымыз 40 жылға таяу уақыт болып, осы Жолдасқали Ахметұлы ағамызға бір ұзын көшені арнап, осы менің есімде 80 жылдығына қатыстым. 90 жылдығына қатыстым. Ал осында тұрақты түрде айтылып келе жатырған мәселе. Неге бір ұзын көшені бермейміз? Неге осы кісіден айнамыз? Сол кісінің ескерткішін неге қоймаймыз? Себебі сонау Қаныш Сәтпаевтың оң қолы болған, оның манағы содан кейінгі аталатын адам. Ал осындай атақты өзіміздің жерлесімізге ескерткішін арнап неге үлкен көшенің атын бермейміз деген сұрақ. Енді осы биылда 105 жасқа толады ғой. Сол кезде тағы бір не болар? Ал енді мені сөйлеткіші, мен тағы да айтар едім мен осыны. Жолдасқали Ахметұлы өзінің кейінгі кезінде де қасында жүрген мұнайшылар үшін де, кейінгі ұрпақтар, мұнайшылардың ұрпақтары үшін бір үлкен тәрбие беретін, мысал болатын, алдында тұрған
үлгі болатын адам болып, сондай болып есептеледі. Мұнайшы болған адамға осындай болсақ екен, осындай жетістікке жетсек екен деген, соған ұмтылуға, осындай білім болса екен, осындай кен орындарды біреу емес, екеу емес, әлгі кәдімгі бір оншақтылап кен орындарды ашып, бір өмірдің ішінде сөйтудің өзі, ол деген үлкен үлгі. Саған қарап біздерде кейінгі ұрпақтарды тәрбиелегенде сол кісінің атын айтып отыруымыз керек деп есептеймін. Выбирая специальность, я даже не думал, как можно стать не геологом. Я с детства мечтал продолжить дело моего отца. Сегодня я надеюсь, что 3 из моих сыновей будут достойны фамилий Досмухамбетовых, и кто-нибудь из них найдет свое призвание в продолжении нашей династии нефтяников. Он очень был суровый человек, скупой на слова, очень сдержанный в эмоциях. Не всегда можно было понять, одобряет он тебя, осуждает он тебя. Его молчание, смотришь на его брови, не поймешь, какая реакция у человека. Даже мы, дети, вот, родные его, и то так с опаской посматривали на него. А в душе был он очень добрый. И я сравниваю своего отца со своей родиной. Когда вот я летела на его юбилей столетия, ну, ностальгия, такое настроение, я смотрела в иллюминатор самолета, и когда мы подлетали к Атрау, действительно, это выжженная степь. Это старый Урал наш, который меандрами вот извивается, как змея. Ну, не сравнить с Ломотой, с горами этими, с этой зеленью, с этой роскошью природы. Очень суровый резкий климат. И когда сошла с трапа, сильный ветер. Мы же здесь не знаем, что такое ветер в Алмате. Я уже успела забыть это. И вдруг сильный ветер вот, со всех сторон меня дует, все. И я приняла это как объятие моих родителей, которых уже нет живых, и которые лежат в этой земле. Это моя родина, это как мой отец. Досмухамбетовтың дара, даңғыл жолы ғасырлар тоғысына еніп барады. Оның тарих керуенін түзеуге, өндірістің бетбұрыс жасауына қосқан еңбегі ұшан теңіз. Оның өмірі мен қалтқысыз қызметі туған жерге арналды. Сондықтан оның есімі мен бейнесі сол өлкемен өлшенеді.